Сәлеметсіздер, 7 сыныптың оқушылары. Бүгін қысқаша көбейту формулалары бөлімі бойынша жиынтық бақылаудың екінші нұсқадағы с деңгейінің есептерін шығарамыз. Бірінші есепте көбейткіштерге жіктеңіз дейді. 2х квадрат минус 18 деп берілген екен. Енді оны ары қарай түрлендіріп шығарамыз. 2х квадрат минус 18. Бұл жақта да 2-ні екі жақтан да 2-ні жақ жансыртынан шығарып жібереміз. 2-ні жақ жансыртынан шығарып жіберсек х квадрат минус 9 болады. Енді бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша а квадрат минус б квадрат ол былай түрленеді. а минус б а плюс б бойынша түрлену керек. Біздікі мынаған соған келіпті. Значит, 2-ні жақ жансыртынан шығарамыз. х квадрат минус 9 дегеніміз 3-дің квадраты. Оны ары қарай жіктейтін болсақ, 2 жақ жансыртында қалады. х квадрат бізде а квадраттың орнына 3-дің квадраты б квадраттың орнына келіпті. Значит, біз мынау бойынша жіктейміз. х минус 3 х плюс 3. Бұл жақта жауап осы болады. Белгіленген есептегі вариант бойынша д нұсқасына келеді екен. Ал енді екінші есептеңіз дейді. Бұл жерде 79-ның квадраты минус 38 көбейтілген 79 плюс 19-ның квадраты дейді. Енді бұны көбейткіштерге түрлендіру бойынша бұл қайсыған келеді? Бізде мынандай көбейткіштерге жүктеу бар. а минус б-ның жақ жансыртында квадраты тең. Оны түрлендіретін болсақ, а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Осы бойынша жүктеп аламыз. Енді 79-ның квадраты минус 38-ді 2 еселеп жіберу үшін 38-ді 2-ге бөлетін болсақ, 19-да 19-ды 2-ге бөлгеніміз ол бізде 38 болады. Сондықтан 2 көбейтілген 19 көбейтілген 79 плюс 19-ның квадраты деп аламыз. Енді біздегі мына келген мына қазіргі шығарған зат мына қысқаша көбейту формуласының осы түріне келеді. Сондықтан осы түріне біз келтіріп алдық. Сондықтан осы түрін а минус б-ның квадратына көрсетіп жібереміз. Сондықтан а-ның квадраты 79 минус 2 еселенген көбейтілген б-ның квадраты минус 19-ның жақ жансыртында квадраты болады. Ол тең болады. 79-дан 19-ды алып тастасақ, 60-ның квадраты. Оны 2 еселеп жіберетін болсақ, 6-36 3600 болады. Жауабы 3600. Так, үшінші есеп. Біздегі теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл теңдеуді қысқаша көбейту формуласы арқылы түрлендіріп шешеміз. Енді мына берілгені бойынша біз жақшаларды қысқаша көбейту формуласына саламыз. 4х плюс 1-дің квадраты. Оны мына жағдай бойынша шығаруға болады. Бізде қысқаша көбейту формуласы а минус б-ның квадраты а плюс 1-дің квадраты дейік. Оны былай қарай түрлендіреміз. а квадрат плюс 2аб плюс б квадрат болады. Енді 4х минус 1-дің квадратын соған түрлендірейік. 4х-ның квадраты 16х-ның квадраты. Екеуінің көбейтіндісі 4х пен 1-ді көбейтсең 4х болады. Оны 2 еселендірсек 4 плюс 8х 1-дің квадраты плюс 1 болады. Дар қарай 4х минус 3 4х плюс 3. Бұл а квадрат минус б квадрат деген формуланы түрлендіруге келеді. Бұл а минус б-ның а плюс б-ның көбейтіндісі. Енді біз мынаны мына түрге қарай келтіруге болады. Минус 4х-ің 16х квадрат мына жерде минус болғаннан кейін 3-дің квадраты минус 9. Жақша кіші қоя салайық. Енді мына жақшаны ашамыз. Тең 42 дейік. 16х квадрат плюс 8х плюс 1. Енді мына жақшаны ашатын болсақ, жақшаның алдына минус 1 деп есептейміз. Сондықтан минус 16х квадрат. Мына 2 минус көбейтілген кезде жақшан плюс болады. Плюс 9 тең 42. Енді ұқсас мүшелерін қысқартатын қысқартып, қосатын қосамыз. 16х квадрат минус 16х квадрат. Бұлар екеуі бір-бірін жойып жүреді. 8х қалады. Бірінде мүше. И 1-ге 9 қосамыз. Плюс 10 тең 42. Енді 8х тең 10-ды теңдіктің мына жерден шығарсақ, ол теріс таңбамен өтеді. Қарама-қарсы таңбамен. Демек 42 минус 10 болады. 8х тең 32 болды. Х тең болады 32-ні бөлесің 8-ге. Одан шығады. Х тең 4. Жауабы 4. Төртінші есеп теңсіздік шешіңіз дейді. Бізде берілген жақшаның ішінде y минус 5, y плюс 4 минус y минус 3-дің квадраты 1-ден үлкен дейді. Енді біз мына өрнекті жақшаны ашып аламыз. Сондықтан y-ті мына жақшаның ішіне екеуіне көбейтеміз. Жеке-жеке, одан кейін 5-ті жеке-жеке көбейтеміз. Енді y-ті y плюс 4-ге көбейтетін болсақ, y квадрат y-ті 4-ге көбейтетін болсақ, плюс 4y. Енді минус 5-ті көбейтеміз. 5-ті y-ге көбейтсек минус 5y, 5-ті 4-ге көбейтетін болсақ, минус 20. Енді y мына минусты қоямыз. Жақшаны жабайық. y минус 3-дің квадраты біздегі мына формулаға келеді. а минус б-ның квадраты. Ол былай ашылады. а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Енді бұны мына y минус 3-дің квадраты а минус б-ның квадратына келеді. Сондықтан біз көбейтеміз. y-дің квадраты мынаның квадраты. Значит, y-дің квадраты болады. y-дің квадраты мына екі мүшенің 2 еселенген көбейтіндісі. y пен 3-ті көбейтетін 3y, оны 2-ге көбейтетін болсақ, минус 6y 3-дің квадраты плюс 9. Енді теңсіздік 1-ден үлкен. Енді
y квадрат плюс ұқсас мүшелерін біріктіріп жіберейік. Мына жерде плюс емес минус болады. Минус 4y-тен 5y минус 5y қалса минус y қалады. Минус 20. Енді жақшаны ашамыз. Жақшаның алдында минус, мына жақшаның алдында минус 1 деп есептейміз. Минус 1-ді y-ге көбейтетін болса минус y квадрат. Мына 2 минус көбейтіліп плюс болады, 6y болады. Мынау минус 9 болады. Үлкен 1-ден. Енді мына y квадрат минус y квадрат жойылады бір-біріне қарама қарсы. Минус y 6y. 6y-тен y алып сонда 5y қалады. Мына жерде 22 5y қалады. Енді мыналар теңсіздіктің мына жерден өткіземіз. 20-ны минус 20-ны минус 9. Ол теңдіктің қарама қарсыны плюстан бөлінеді. Қарама қарсыдан бөлінеді. 1 20 плюс 20 болады. Минус 9 плюс 9 өтеді. 5y үлкен, сонда қанша болады? 30 болады. Енді y-ті табу үшін y үлкен 30-ды бөлем 5-ке. Одан шығады 6-ға. Енді сан түзіне берілетін болсақ 6 y 6-дан үлкен екен. 6 қоятында 6-дан үлкен шексізге қарай болады екен. Сондықтан бұның жауабы 6-дан плюс шексізге дейін ұмтылады деген сөз. 5-ші есеп теңдеулер жүйесін шеш. Екі санның айырмасы 4-ке тең, олардың квадратының айырмасы 168-ге тең дейді. Осы сандарды табыңыз дейді. Екі санды біз белгілеп аламыз. Бірінші санды x деп алайық, екінші санды y деп алайық. Екі санның айырмасы 4-ке тең дейді. Значит, x минус y тең 4-ке, ал квадраттарының айырмасы 168-ге тең. X квадрат минус y квадрат тең 168. Жүйесін құрып алдық. Бұдан x-ті шығарып алатын болсақ, x-тен y-ті алғанда 4-ке тең болатын болса, x тең болады. X-тен y-ті алсақ 4 болатын болса, x табу үшін бізде y-ті 4 қосамыз. Y плюс 4 болады. Енді мына табылған x-тің мәнін y плюс 4-тің x квадрата қоямыз. Значит, y плюс 4-тің квадрат минус y квадрат тең 168 екен. Енді y плюс 4-тің квадратын бізді мына формулаға салып алсақ болады. Мына формулаға салып алсақ болады. А плюс b-ның квадраты. Ол былай шектелінеді. А квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Осы бізге ыңғайлы болады. Y-тің квадраты 4y 2 мүшесін көбейтіп 2 еселенген көбейтіндісі. Плюс 4y 4 x 8y плюс 16 минус y квадрат тең 168 болады. Мына 2y қысқартып жібереміз, бір-біріне қарама қарсы. 8y 16 жақшаның мына жерден теңдіктің мына жерден өткізетін болсақ, теріс таңбамен 168 минус 16. 8y тең болады. 168-ден 16 болса 152. Y тең болады 152-ні бөлеміз 8-ге. Y тең 19 шықты. Енді бұл 19-дың мәнін апарамыз да, мынаған қоямыз. Y-тің орнына қоямыз. Демек, x тең y плюс 4 болатын болса, x-тің орнына y-тің орнына 19 қоямыз. X тең болады 19 плюс 4. Одан жобамен шығады. X тең 23. Демек, енді бұны салыстырып қарап жүрейік. Орнына салып жүрейік. 23 минус 19 тең 4-ке. 23-тің квадраты тең 168-ге шығады.